Сәлем оқырман. Айда мен Нұрдәулеттің арасы не болып жатыр деген ойда жүреді. Бүгін болса Айда үнсіздігін бұзды. Инстаграм желісіне шығып өз ойын жазған болатын. Оқып көрейік, қымбатты оқырмандарымыз. Бұрынғы қарым-қатынасымызды енді еске түсірмеуіңізді сұраймын. Әрине, бәрі осылай аяқталғанына өкініш бар. Бірақ егер біз білсек, үйленбес едік. Бұл біз үшін өмір сүру тәжірибесі. Адамдар кездескен кезде бәрі керемет. Біз әр түрліміз, және оны күнделікті өмірде түсіндік. Содан кейін мен сені таңдауда қателестім. Ал сен мені таңдарда қателескенсің. Енді махаббат жоқ. Тіпті болған жоқ секілді. Тек халықтың қолдауы мен сүйіспеншілігін біз махаббатпен шатастырдық. Ол кінәлі емес, мен де кінәлі емеспін. Бұл жай ғана Алланың сынақтары. Біз бір-бірімізге бақыт тіледік. Және бір-бірімізді жіберіп ажырасу туралы шешім қабылдадық. Көгертіп жұлқу, түрту, жаман сөзбен сөгу мен үшін ол қол көтеруге жатады. Бұл мен үшін норма емес. Ол үшін мен мінсіз әйел емеспін. Бізде өмірге екі түрлі көзқарас. Мен әйел болған кезде отбасымызды құтқаруға тырыстым. Бірақ біз сөзге мүлде келе алмадық. Біз сөйлескен сайын құрметіміз кете бастады. Соңы сен боссың, талақ деді. Менде бұрынғы сезімдер жоқ екенін түсіндім. Алдын ала түсініңіз. Мұның бәрі сынақ, сабақ. Мұның болатынын білгенде отырмай кетіп қалар едім. Біз екеуміз адасып кеттік. Сондықтан бұл Құдай жазған нәрсе. Ешкімді кінәламай бақыт тілейміз. Барлығыңыздың балаларыңыз бар, және сіз болашақта не күтіп тұрғанын білмейсіз. Маған да ажырасқан деген атақ керек емес. Бұдан әрі күрестің мән мағынасы жоқ, деді Айда. Солай енді соңына дейін күреседі махаббатарын деп ойлайғанбыз. Бірақ олай болмады. Махаббат өшті ме, әлде мүлдем болмады ма? Қалай ойлайсыздар, ажырасу әлі болмады, бәрібірде бір үміт бар. Жігіт тарапынан бір қозғалыс болу керек. Қыз жүктің бәрі көтере алмайды. Жақында Нұрдәулет Бішкекке барамын деп жатырған еді. Көреміз, екеуі дұрыс шешім қабылдайды деп ойлаймыз. Нұрдәулеттің сторисін көріп, бері күліп алдым. Мен жақсы эле айткам, жаным. Кудай кошкон жан жарыңды таштаба, кайда болсок да чогуу жүрүшүбүз керек. Жок дегенде мен ыраазычылыгымды алып кетишиң керек, бир жака жалгыз кетип атсаң дедим эле. Укпай көк беттен кетти эле мына.